Сәлем, бұл Дженни және елден кез келген сұрақ. Мен үйден өзімнің құлақ қабымсыз шыға алмаймын. Себебі маған ән тыңдаған ұнайды. Өзімді ең күшті сезінетін кез мен Blackpink қыздарымен бірге болған кезде. Жанымда қыздар болса және біз сахнада көңіл көтеріп жатсақ, өзіміздің ұнаған заттарымызды істесек, одан бөлек жанкүйерлермен бір толқында болған кезде. Бұл өмірде біраз ақыл кеңес алдым десем болады, бірақ жақында алғаным ақырын жүріп анық бас. Асықпа. Соңғы рет түсірілімде болған кезім Blackpinkке арнап Shutdown бейнебаян түсірген болуым керек. Біз 3-4 күнде ұйықтамадық және бейнебаянды аз уақытта түсіруіміз керек болды. Тура сол жерде болып, үйрену керек болған хореография да өте көп болды. Иә, ең есте қалған кез осы шығар. Өз үйім өлең төсегім, менің иттеріммен және отбасыммен бірге. Әр күн сайын шығармашылыққа жақын болған маған ұнайды. Бір нәрсе көріп жүріп, немесе тыңдап жүріп, шабыттануға тырысатыным бар. Бірақ соңғы кездегі шабыт беретін нәрсе қыздармен альбом үшін жұмыс жасау. Қыздармен бірге уақыт өткізу, Тедди продюсермен бірге, яғни біз не нәрсе туралы сөйлесек те бұл бір белестің бөлігіне айналады десек те болады. Иә, студияда болған көбірек шабыт беретін сияқты. Менің ең үлкен жанкүйерім дейсіздер ме? Әрине, бұл бірінші кезекте менің анашым. Және менің ойымша Blackpink'тегі қыздар. Өмірімізде қандай нәрсе орын алып жатса да, біз бір-бірімізді қолдаймыз. Менің сүйікті тағамым ол Doodle G. Барып, қарап келсеңдер болады. Өзімнің Doodle G'імді қай жерге барсам да ұстап жүремін. Соның арқасында қай жерде болсам да жей аламын. Саяхатта, жұмыста, немесе үйде. Күн сайын сөмкемде біразы жатады. Көп нәрселердің ішінен таңдау жасатқанды ұнатпаймын, шыны керек. Мен қандай үш затсыз өмір сүре алмаймын. Олар менің отбасым, менің достарым және менің жанкүйерлерім. Иә, маған ең керегі осы. Ағылшын тілінде сөйлеп отырған кезде қатты уайымдайтынымды және осылай сұхбатқа жауап беріп жатқан кезде менің ішім алай-дүлей болып жатады. Қаншалықты қобалжып отырсам да, түр бермеуге тырысамын. Мен мақтан тұтатын нәрсе ол мен. Артқа бет бұрып өзімнің жасаған еңбектерімді қарасам, бұл керемет деп ойлаймын. Бірақ соны бағалау үшін уақыт болмай қалады. Кезінде арманым еді, бірақ көп нәрсені орындадым. Сондықтан осындай сәттерді бастан өткізген кезде мен өзімді мақтан етемін. Менімен және елмен уақыт өткізгеніңіз үшін рахмет. Сау болыңыз!